Сәлем достар, сіздермен мен Зәурен Арбутаева, дәрісіме қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы үйренетін шығармамыз Романс Гомес. Бұл шығармамызды ойнау үшін оң қолда біз тек қана бір нәрсені қайталаймыз. Ол пи саусақ пен эй саусақты бірге алып жүреміз. Бірінші және алтыншы струна. Осылай жаттығып аламыз. Сосын екінші және де үшінші струналарымызды ойнаймыз. P, A, M, I. Қайталап аламыз. Сол қолымыздың ноталары жетінші латтың бірінші струнасына төртінші саусағымызды қоямыз. Тағы да бір рет қайталаймыз. Бұл шығармамыздың ең басы. Келесі такт ол ой. Тағы да бір рет қайталаймын. Жетінші лад, бесінші лад, үшінші лад. Бәрі бірінші струнада. Жетінші ладты біз төртінші струна саусағымызбен аламыз. Төртінші саусақ, екінші саусақ. Кейін екінші саусақ, бірінші саусақ, ашық струна. Екінші саусағымызбен үшінші ладтың бірінші струнасын басамыз. Бәрі бірінші струнада. Бірінші саусақпен екінші ладты басамыз. Ашық струна. Сосын ашық струна. Бірінші саусақпен үшінші ладты басамыз. Төртінші саусағымызбен жетінші ладты басамыз. 12-ші лад. Төртінші саусақпен. Қайталаймыз. Үшінші лад. Жетінші лад. 12-ші лад. Енді қазір үйренген нәрселеріміздің бәрін бірге қосып ойнап көреміз. Байқасаңыздар, мен бас етіп тек қана алтыншы струнаны ғана ойнап жатырмын.
келесі 4-ші саусағымызбен 12-ші латтың 1-ші струнасында ойнаймыз. Үш рет. Енді оң қолымызды қосамыз. Сосын 12-ші лад, 10-ші лад, 8-ші лад. 12, 10, 8. Қайталаймыз. Төртінші саусағымызбен 8-ші латқа келген кезде жартылай барре қоямыз. Біз түгелдей барре қоюды білеміз. 3 струнаны немесе 4 струнаны басқан кезде біз жартылай барре деп атаймыз. Дәл осылай жаттығып аламыз. Қайтадан қосып тартамыз. Енді басынан бастап осы жерге дейін бірге қосып ойнап көрейік.